Менің сізге айтар кеңесім, адамның ең үлкен мәселесі, орысша айтқан кезде проблемасы, ол оның қорқыныш сезімінде екен. Егер ол қорқыныш сезімімен өмір сүретін болса, оның бүкіл өмірі сол үрейге, қорқыныш сезіміне қызмет етумен өтіп кетеді екен. Ол өзі қалағандай өмір сүре алмайды. Бұл дегеніміз барлық жағдайға да қатысты. Мысалы, ол өзіне ұнаған қызбен танысуға батылы жетпейді. Ол қалаған жоғарғы оқу орнына түспейді. Себебі оның ойынша ол жерде білім алу оның қолынан келмейді. Қызмет саласында да дәл солай. Өзіне ұнайтын жұмысқа орналасуға батылы жетпейді. Себебі оның деңгейі бұл жұмыс үшін әлдеқайда төмен деп ойлайды. Ақша мәселесіне келетін болсақ, бұнда да дәл солай. Ол көп ақша табамын деп үміттенбейді де. Себебі өзін ондай ақша табуға лайықты емес деп санайды. Яғни ол өмір бойы бүгіліп, шағымданып өмір сүре береді. Ал осы барлық мәселелердің себебі өте қарапайым. Оның барлық өмірі осы қорқыныш сезіміне қызмет етумен өтіп жатыр. Егер бақытты өмір сүргіңіз келсе, жай ғана қорқуды қойыңыз. Үрейге тура қарап, оның бар екенін анықтап, оған көз жеткізіп, үрейге жоқ деп оған қарсы адымдаңыз. Осыны күнделікті өмірде қолданып, әдетке айналдыра алсаңыз, бұл өмірде барлығы өздігінен келісе бастайды. Өмір әртүрлі әдемі түске боялып, қызыққа толы бола бастайды.